Киану Ривз бұл жігітті Голливудтың ең қарапайым актері деуге болады. Көбі актерді Матрица фильмдегі Нео ретінде таниды. Желіде Кианудың көшеде тамақ жеп отырғанын немесе метрода кетіп бара жатқанын көрген боларсыздар. Спортшы болам деп армандаған бала киноға қалай келді? Оны бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. Киану Ривз 1964 жылы Ливанның астанасы Бейрутта ағылшындық Патрисия Бонд пен Гавай тумасы Ноулин Ривздің отбасында дүниеге келді. Бірақ әкесі Кианудың 3 жасында отбасын тастап кетіп қалады. Олар анасымен алдымен Австралияға, содан кейін Нью-Йоркке көшіп, соңында Канаданың Торонто қаласына тұрақтады. Ривз пен оның әпкелерінің балалық шағы көбіне осы қалада өтті. 5 жыл ішінде ол 4 мектеп ауыстырып тастады. Оның ішінде Торонтодағы өнер мектебі де бар. Ривз академиялық пәндерден гөрі хоккейде жақсы өнер көрсетті. Дислексиядан оған оқу процесі қиынға түсті. Киану Олимпиадада Канаданың намысын қорғайтын хоккейші болуды армандады. Бірақ жарақаттан кейін жоспарларды өзгертуге тура келді. Кейінірек ол орта мектептің де дипломын алмай, оқуын тастап кетеді. 86 жылғы «На берегу реки» фильмдегі рөлінен кейін ол 90 және 2000 жылдардың басындағы Голливудтың танымал жұлдыздарының біріне айналды. Ол Сандра Буллок пен «Скорость» фильмінде, жасырын полицей-серфер болып «На гребне волны», Брэм Стокердің «Дракуласы» және «Адвокат дьявола» жобаларында басты рөлдерді сомдады. Киану Ривз белсенді түсірілімін жалғастырып, көп ұзамай 99 жылы «Матрица» фильмінде басты рөлді сомдайды. Неоның рөлі актерға әлемдік танымалдылық әкелді. 4 жылдан кейін «Матрица перезагрузка» және «Матрица революция» бөлімдері жалғасын тапты. Онымен қоса Ривз 2001 жылы Шарлиз Теронмен бірге «Сладкий ноябрь» мелодрамасында ойнап үлгереді. «Матрицадан» кейін Ривздің карьерасы құлдырай бастады. Кианудың фильмдері кассада сәтсіз болып, сынға ұшырады. 2005 жылы комикстар сериясына негізделген «Константин» триллері және Сандра Буллокпен бірге түскен «Дом у озера» мелодрамасына сыншылар орта деңгейлі баға берді. Лайықты ұсыныстардың жоқтығынан ол 2013 жылы 47 Ронин фильмінде ойнайды, бірақ жоба сәтсіздікке ұшырады. Тек 2014 жылғы 4 бөлімге созылған Джон Уик жобасы актердің карьерасын қайта жандандырды. Сюжет бойынша жалдамалы киллер қылмыстық әлемнен кеткеннен кейін кек алу үшін қайта оралады. Жеке өміріне келетін болсақ, актер қазір 59 жаста және әлі бойдақ. Актердің өмірінде қайғылы сәттер көп болды. Кианудың жақын досы есірткіні артық дозада пайдаланғаннан қайтыс болады. Ал кейін ол үйленбекші болған актриса Дженнифер Стайнмен бірге қызынан айырылды. 2001 жылы актриса депрессияға ұшырап, алкогольді көп ішіп, мас күйінде жол апатынан қайтыс болады. 2019 жылы Ривздің суретші Александра Грантпен қарым-қатынасы туралы белгілі болды. Қазіргі таңда актер қайырымдылықпен айналысады, ал «Матрица» сериясы табысының 70%-ын қатерлі ісік ауруын зерттеуге берген болатын. Ал менің бүгінге айтарым осы, достар. Контент ұнап жатса тіркеліп пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.